Ал сізді жәннатқа кіргізетін бұл Алланың қалауы ғана. Алланың қалауы ғана. Лайықты баласыз ба? Жәннатқа кіресіз. Лайықсыз ба? Лайық емессіз ба? Кірмейсіз. Сол үшін бір адам, бір жезөкше әйел болса да жәннатқа кірді. Сол үшін бір сондай бір керемет мықты адам болса да бір күнәсі себебінен дозаққа кірді. Мысалы, кімде-кім ағайын туысына мейірім жасамаса, мен оған қарамаймын дейді, мен омен үзілемін дейді. Үзілемін деген сөз болды ғой, оның бүкіл амалын қабылдамайын деген сөз. Ол қанша намаз оқып, ораза тұтсын, бәрібір. Кімде-кім Аллаға қияметке сенетін болса, көршісін сыйласын дейді. Егер сыйламасаңыз, онда сіз сенген имансыз боласыз. Бұның бәрін жинасаңыз, бауырлар, имандылық деген бұл руханият. Бұл сіздің ішкі жан дүниеңіз. Сіздің ішкі жан дүниеңіз бұл. Сол ішкі жан дүниеңіз иманды болатын болса, сыртыңызға шығады сол. Сол үшін қанша адам бар намаз оқиды, бірақ Құдай сақтасын, Аллах оның намазын қабыл қылмайды. Қанша оразашы бар, оның оразасын қабыл қылмайды. Қанша қажыға барған адам бар, оның қажылығын қабыл қылмайды. Сол үшін айтады қажылық туралы. Алла тағала шақырған адам қажылыққа барады. Бірақ Алланың жанында шайтан да шақырады дейді. Шайтан шақырғанда қажылар бар екен. Анау туристік сапарға барып келеді да қажылыққа олар. Мақтаныш үшін барып келеді. Олай емес қой. Олай емес. Егер сіз шын қажы болсаңыз ше, сіз ояқтан келгенде топырақ боп келуіңіз керек қой. Бейшара боп келуіңіз керек. Өйткені Раббыңыздың есігінің алдына бардыңыз, түсінесіз ба? Алла жазса қара тасты сүйдіңіз. Ұлы пайғамбарлардың табаны тиген жерге сәжде қылдыңыз. Сіз кім боп келуіңіз керек? Сіз Раббысын таныған, мына дүниеге бөлек көзбен қарайтын, рухани дүниеңіз, ой санаңыз ашылған, бөлек адам боп келуіңіз керек. Бірақ көп адамдар ондай қылмайды. Сол үшін білесіз ба, намаз оқитын адам күнә жасап қойса, бірден айтады халық. Намазхан дегенің осы ма дейді? Өтірікші бұл. Адамның ақысын жейді дейді. Неге? Білесіз ба? Халықта біледі ғой, дана ғой. Халықта сондай сезім бар. Намазхан адам деген ол, ана сәби сияқты пәк болу керек қой. Сәби сияқты пәк болу керек. Біреуге жамандық ойламайтын. Ішіне бір сондай нәрсені түймейтін. Бірақ көп адамдар бар. Оқыған намазы жүрегінен, тілінен арғарай өтпейді, жүрегіне қарай. Осы аузының жанында қап кетеді. Құраны мен намазы. Бұл неден білесіз ба? Бұл Раббысын танымағаннан. Құдайды білмейді. Білмейді, иә. Ал Раббысын тану үшін не істеу керек? Құран-ы Каримде бүкіл аят үшке бөлінеді. Бүкіл аят үшке бөлінеді. Біреуі өткен қауымдар менен пайғамбарлардың уақиғасы. Неге уақиға айтады Алла Тағала Құранда? Өйткені сол уақиғалар сізбен бізге сабақ болу үшін айтады. Оны оқуымыз керек біз. Мысалы, Ибрахим пайғамбардың уақиғасы деп Құранда баяндайды. Бірақ байқайсыз ба? Ибрахим пайғамбардың уақиғасы деп тұрып, ана біздегідей пәлен жыл туылған Ибрахим алейхиссалам, атасы пәленше, мамасы осындай осы жерде сабақ алған деп өмір баянын айтып бермейді. Жоқ, бізге өмірінен үзінділер береді. Байқайсыз ба? Үзет әр жерден. Уақиғаның бір шетінен бастайды, өзінің керек жеріне тоқтайды, болды. Неге? Бізге бүкіл пайғамбардың өмірі ғибрат қой, бірақ сол уақиға сізбен бізге сабақ. Сабақ. Құранның тағы бір бөлігі
сізбен біздің жүріс тұрыс заңдылықтарымыз, фиқ ережелері, ақида ережелері. Заңда үйтіге болмайды, бүйтіге болмайды, намаз оқы, намаз уақыттары, дәрет алу керек, некелесу, талақ қылу, соның барлық ереже адамға қажет болған дүние. Ал үшінші бөлігі, бәлки бірінші бөлігі десе де болады, Алла жайында. Тек Алла жайында. Тек жалғыз Алла жайында айтылады. Байқайсыз ба? Сонда дін үшке бөлінеді деген сөз. Бүкіл дін үшке бөлінеді. Құранды зерттесеңіз. Біріншісі сіздің амалыңыз, сыртқы амалдарыңыз, ол фиқ. Екінші, Алла туралы білім, бұл сіздің иманыңыз. Үшіншісі, уақиғалар, қыссалар деп тұр, яғни ой санаңыз. Сіздің ой санаңыз. Раббыңыз туралы сізбен біз ойлануымыз керек. Сол үшін Құранда айтады: түйеге қарамайсыңдар ма? Күнге қарамайсыңдар ма? Аспанға қарамайсыңдар ма? Жерге қарамайсыңдар ма? Сол аяттарды мыңсан оқисыз өзіңіз. Бірақ енді қолыңызды жүрегіңізге қойып айтыңызшы. Алла куә ғой. Сол аятты Құранда оқығанда сіз қарайсыз ба? Айтыңызшы. Аспанға қарамайсыңдар ма десе, қарайсыз ба сіз? Жоқ, қарамаймыз. Неге? Неге қарамайсыз? Өйткені Аллаға деген сіздің араңызда байланыс дұрыс емес. Өйткені сізбен біз Алладан қорықпаймыз. Қорқыныш жоқ бізде. Бауырлар, жұма сайын имам, сіз жұма намаз тастамай келсеңіз, сізге имам айтып жатыр: усикум ва нафси әуәлән битақуалла. Жұмада тастамайды ол сөзді. Имамның мойнынан өтті. Мен сіздерге Раббыларыңыздан қорқуды өсиет етемін деді. Ертең сіз имамның жағасынан ұстай алмайсыз. Мені ескертпедің демеңіз. Алладан қорқыңыз. Қорқыңыз. Құранда айтады: «Уахафуни ин кунтум муъминин». Егер иманды болсаңдар, менен қорқыңдар дейді. Құран-ы Каримде айтады: «Ва юхаддирукумуллаху нафса». Алла тағала өзін жайында, өзінен ескертеді дейді. Алла тағала өзінен ескертіп жатыр сізбен бізден. Түсінесіз бе? Менен қауіпсіреңдер. Менен қауіпсіреңдер. Басқа жерден келген қауіп еш нәрсе емес, бауырлар. Құдайдан қорқыңдар. Құдайдан қорқыңдар. Міне, Алладан қорқыныш, бауырлар, сізбен бізді Алланы танытады. Сол қорқыныштың біреуін айтайын. Адам баласы үлкен ғаламат нәрседен қорқады, білесіз ба? Тауға барып көрдіңіз ба? Тауға. Суға барып көрдіңіз ба? Көрдіңіз. Отты пайдаланып жүрсіз бе? Пайдаланып жүрсіз. Қорықпайсыз ба? Анандай үлкен ғаламат таудың жанында сіз кімсіз? Кімсіз? Анау суды көрдіңіз ба? Егер тасса кім боласыз? Отты көрдіңіз ба? Даусының ауырлығын қараңызшы қандай? От үлкейген сайын даусының ауырлығын қараңыз қандай болады? Алла тағала соның бәрін жаратты.